Тойымдықты тәңірі береді. Алып құшнықтың жарты шелпек нанына тойған. Иегесінің асына емес, ықыласына қара деген. Қарын тамаққа тоймаса да, қабаққа тояды. Берген асының қуаты кешке дейін жетпейді, бірақ көрсеткен ықыласы мәңгі бақи естен кетпейді, деді. Сүлеймен де, әскері де шегірткенің артқы аяғына тойып қалды. Құмырсқа ініне кіріп, 2 шарқа дәнін алып шықты. Сүлеймен, мұны не қыласың? Деп сұрады. Енді аттарыңды шендеймін. Сенің алдыңда даңқы жер жарған Сүлеймен деген патша өткен. Соның қапшығы жыртылып, арпасы шашылған. Бұл жарықтық сол патшаның көзі. Мұнымен саған дейінгі 10 Сүлейменнің атын жайлап едік, деді. Менен өзгеде Сүлеймен деген патша болған ба? Деп сұрады. Ей, Сүлеймен, Құдайдың сенен басқа Сүлеймені жоқ дейсің бе? Ұлық Алла қаласа, сендей Сүлейменнің мыңын жаратады. Дүниені жалпағынан басқан жалғыз менмін деп масаттанба, деді. Сүлеймен сөзден жеңілді. Сүлейменді ұйқы жеңіп, көзі ілініп кеткенде Нәзире құмырсқа, «Әй, Сүлеймен, сен ұйықтап қалдың ба?» деді. «Иә, мойныңда зіл батпан міндетің бар. Қалайша алаңсыз ұйықтайсың? Мен де бір елдің патшасымын. Бүкіл жұртымның тағдыры мен тіршілігі мені уайымсыз отырғызбайды. Елімнің қам қарекетін түгендемей, төсекте тыныш жата алмаймын. Қол астымдағы халықтың ауру сырқауы болса, сауығуына жағдай жасаймын. Аш жалаңашы болса, ас ауқатына қарасамын. Әрбір құмырсқаның қайғысына да, қуанышына да ортақтасуға тырысамын», деді. Сүлеймен содан бастап халқы тыныш болмаса, өзі де тыным таппайтын күйге шықты. Ертеңіне Сүлеймен жолға шығайын деп жатқанда, Нәзире құмырсқа, «Сүлеймен, бір қолқам бар», деді. «2 құлағым сенде», деді. «Бұдан былай әскерің қызыл жалау ұстап жүрсін. Қызыл түсті көргенде, әскеріңнің аяғында тапталмас үшін бір жол беріп қашайық», деді. «Дегенің болсын», деп Сүлеймен құмырсқамен қоштасады. Содан бері Сүлейменнің әскері қызыл жалау ұстап жүретін болыпты. Құмырсқалар да әліге дейін қызыл жалау көрсе, індеріне қашады екен.